Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз психология пәнінен түйсік деп аталады. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын сіздерді жоспармен таныстырып өтейін. Жоспарда қарастыратын сұрағымыз түйсік туралы жалпы ұғым, түйсік ағзалары, түйсік түрлері, түйсіктің негізгі заңдылықтары. Осы 4 сұрақ бойынша сіздермен бүгінгі жаңа тақырыбымызды өтеміз. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын сіздерге мен түртіп алу стратегиясын пайдалануды ұсынамын. Яғни сіздер үшін не жаңалық болды, нені білдіңіздер, нені түсінбедіңіздер, кестені толтырып, сабақтың соңында маған сайтқа жіберулеріңізге болады. Түйсікке келетін болсақ, түйсік дегеніміз материалдық дүниедегі белгілі бір кезде адамның тиісті сезім органдарына әсер ететін заттар мен құбылыстардың жеке сапаларын бейнелейтін қарапайым психикалық процесті түйсік деп айтамыз. Түйсік біздің айналамыздағы ішкі жан дүниемізде не болып жатқанын хабарлап отыратын қарапайым психикалық процесс. Осы процестің арқасында біз қоршаған ортаны бағдарлап, соның жағдайына қарай қимыл жасауға тырысамыз. Түйсік біздің танымдық процестеріміздің бірі. Түйсіктің физиологиялық негізі ағзаның арнаулы жүйкелік механизмі анализаторларда іске асып отырады. Анализаторлар сол жүйенің негізгі ақпараттандыру мүшесі болып табылады. Анализаторлар бізде 3 топқа топтастырылады. Олар перифериялық орган, өткізгіш бөлім, мидағы орталық. Перифериялық орган сезім мүшелері, рецепторлар, өткізгіш бөлім рецепторлар тиісті орталықтармен байланыстырып отыратын афференттік және эфференттік жолдар. Және үшінші топтастырылатын ол мидағы орталықтар, миға келіп түсетін сигналдар жүйесі. Яғни түйсік ағзалары осы 3 топқа топтастырылады. Келесі біздің түйсіктің түрлеріне келетін болсақ, түйсіктің түрлері 3 топқа бөлінеді. Олар экстрарецепторлар, интрорецепторлар, проприорецепторлар. Экстрарецепторлар дегеніміз латын тілінен аударғанда сыртқы қабылдаушы, интрорецепторлар дегеніміз ішкі қабылдаушы, проприорецепторлар дегеніміз қозғалыс түйсіктері деген мағынаны білдіреді. Осы 3 топқа топтастыра отырып, әр топқа жеке тоқталайық. Адамның түйсіктің түрлерінде адамның денесінің сыртқы жағында болатын түйсіктер тікелей сезім мүшелерімізге байланысты есту, көру, иіс, дәм, тері және сипап сезу түйсік арқылы 5 түйсіктің түріне бөліп қарастыра аламыз. Бұл экстрарецепторларға жатады. Келесі екінші интрорецепторлар. Рецепторлардың ішкі ағзаларындағы сезім ағзаларының қозуынан туындайтын түйсіктер интрорецепторлар деп аталады. Яғни ішкі қабылдаушы, ашығуымыз, шөлдеуіміз, тойуымыз, лоқсуымыз интрорецепторларға жатады. Келесі үшінші ол бізде қозғалыс түйсіктері немесе кинестезиялық түйсіктер. Яғни бұлар бұлшықеттерде, сіңірлерде болады. Келесі түйсіктің негізгі вибрациялық түйсік, латын сөзі мағынасы діріл, заттардың тербелісі туралы хабар беру. Түйсіктің негізгі заңдылықтарына келіп тоқталатын болсақ, ең бірінші заңдылығы адаптация. Латын сөзі мағынасы бейімделу, адам сезгіштігінің артуын немесе төмендеуін көрсетіп отырады. Яғни адаптация дегеніміз бейімделу деген мағынаны білдіреді. Екінші сенсибилизация, сезгіштіктің тек артуын көрсететін құбылысты айтамыз. Үшінші синестезия, қосарланған түйсік. Тітіркендіргіштердің сезім мүшелерінің біреуінде ғана түйсікті қоздың орнына сол сәтте басқа түйсіктердің пайда болуына жағдай жасайды. Яғни бір мезетте 2 түйсіктің жүзеге асуы. Бірізді бейнелер. Тітіркендіргіштердің әсерінің тоқтағанына қарамастан түйсіктің аз уақыт болса да өз күйінде қалатын кездерінің бірізді бейнелер деп атайды. Психологияда адамның түйсіне алу қабілеті сезгіштік деп аталады. Сезгіштік дегеніміз сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіркендіргіштерді түйсіне алуы. Яғни сезгіштік ол 2-ге бөлінеді: абсолюттік және айырма сезгіштік. Енді бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша үй тапсырмасын сіздерге берсем деймін. Яғни сарамандық өздік жұмыс тақырыптары бойынша мәлімет жинап, презентация құру. Бірінші қарастыратын тақырыптарымыз таным процестеріндегі түйсік болмысы туралы көзқарастар. Екінші, йогамен айналысатын адамдар неге аяқтарын күйдірмей оттың үстінде жүре алады. Үшінші, түйсіктің адам өміріндегі рөлі.
осы тақырыптар бойынша сіздерге үй тапсырмасы. Енді бағана сабақтың басында сіздерге түртіп алу стратегиясын ұсынған болатын. Осы стратегияны толтыруды ұмытпаңыздар және маған сайтқа толтырып жіберулеріңізге болады.